ұлық алла ешқашан ештеңеден жаралмаған, әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де тысы да бір өзі, әлемнен бөлекте емес, бірге де емес, құпия қазына болатын тәңірі тағала түр түсі, шет шегі, бет келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау тас, орман ағаш, от су, аспан жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, мені жарат, деді тау. Мен әзизбін, жарат, деді алтын. Мен тасқынмын, мені жарат, деді су. Мен дүлеймін, мені жарат, деді жел. Мен күштімін, мені жарат, деді от. Мен асқақпын, мені жарат, деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат, деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат, деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанының астында жатамын. Ұлық алла орынбасарын мұндай қадірсіз аттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмеді. Лас суды маған төгеді, мен бұл құрметке лайықты емеспін деп ойлады. Сонда алла тұрып, әй, сенде бірім бар, тәкаппарсың, кішіреуді білмейсің. Алтын, сенде бірім бар, баяның жоқ. Қынжылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде де мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел сен, тұрақсың, мінезің от, сенің мінің қатыгесің. Жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың. Жалғасы бар тіркеліп лайк басып кетіңіздер, патша көңілді ағайын.